46-шы сабақ санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Қайырымды істер уақыты. Бірінші есеп бойынша А нұсқасы. 4 бірдей жолақ дайында. Жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерге бөл. Бөлшектерді өсу ретімен жаз дейді. Бірінші суретте 2 бөлікке, екінші суретте 3 бөлік, келесі сары түсте 4 бөлік, көк түсте 6 бөлікке бөлінген. Енді осы А нұсқасында сөйлемдерді толықтыр дейді. Сөйлемдерді толықтыратын болсақ, бөлік саны көп болған сайын әр бөлік соншаға аз болады. Санның бөлігін табу үшін осы санды бөліктерге бөлік санына бөлу қажет. Келесі, бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет. Екінші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы. Сабаққа 9 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 3/1 бөлігі. Барлығы қанша көшет отырғызылуы қажет. Яғни бізде берілген отырғызылған 9 көшет болса, барлығы белгісіз. Яғни осы барлық көшеттің 3/1 бөлігі 9 көшет. Енді шешуін табатын болсақ, 3-ті 9-ға көбейтеміз, сонда барлығы 27 көшет болғаны. Келесі А нұсқасында. Саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3/1 бөлігі терек. Қанша терек отырғызылды? Яғни бізде шешуін табу үшін 27-ні 3-ке бөлсек 9 шығады. Сонда бізде терек отырғызылғаны 9. 9 терек отырғызылды жауабы. Келесі үшінші есеп бойынша 20 санының 4/1 бөлігі, яғни 20-ны 4-ке бөлсек 5 саны шығады. 20-ның 4/1 бөлігі 5-ке тең. 18-дің 2/1 бөлігі, яғни 18-ді 2-ке бөлсек 9 шығады. 18-дің 2/1 бөлігі 9 саны. 27-ның 3/1 бөлігі 9 болады. 27-ні 3-ке бөлсек 9 саны шығады. 36-ның 4/1 бөлігі 9-ға тең. 6 бұл 18 санының 3/1 бөлігі. 7 бұл 28 санының ширегі. Ширек дегеніміз бір затты 4-ке бөлгенде 4/1 бөлігін ширек дейміз. Сондықтан 28-ді 7-ге бөлсек 4 шығады. Яғни 4 7 28, сонда 7 бұл 28 санының ширегі болып табылады. Келесі 9 бұл 18 санының жартысы. Жарты дегеніміз, яғни 2/1 бөлігі. 5 бұл 15 санының 3/1 бөлігі. Төртінші есеп. Есепте 45-дің 5/1 бөлігі, 45-ті бөлеміз 5-ке тең 9 шығады. Сонда 45-дің 5/1 бөлігі 9-ға тең. 48-дің 6/1 бөлігі 8-ге тең. 10 сантиметр бұл 20 сантиметр санының жартысы. 3 сантиметр бұл 12 сантиметр санының ширегі. Ширек дегеніміз 4/1 бөлігі. Келесі 5-ші есеп бойынша есепті шығар. А нұсқасы. Кітапханадағы 54 кітаптың жөндеуді қажет етеді. Кітапханадағы 6/1 бөлігі жөнделді. Қанша кітап жөнделді? Сонда біз берілген жазып аламыз. Кейін шешуінде 54-ті 6-ға бөлсек 9 шығады. Сонда 9 кітап жөнделген табамыз. Келесі А нұсқасында. Сенбілікке 20 оқушы келді. Олардың жартысы 3-ші сынып оқушылары. Сенбілікке қанша 3-ші сынып оқушысы келді? Яғни берілгенде келген оқушы 20 оқушы, жартысы 3-ші сынып. Сонда 20 бөлеміз 2-ке. Сонда 10 шығады. Сонда 10 оқушы 3-ші сынып оқушысы. Келесі Б нұсқасы. Жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4/1 бөлігі. Енді неше көшет отырғызылуы қажет? Сонда берілген жазамыз. Шешуінде 8-ді көбейтеміз 4-ке. Барлығы сонда 32 көшет. 32 көшеттен 8 көшетті алып тастаймыз. Отырғызылған көшет, яғни. Сонда қалады 24. Сонда қалғаны 24 көшет
В нұсқасы. Сыныпта 9 бала спортпен шұғылданады. Бұл барлық оқушылардың 1/3 бөлігі. Сыныпта қанша оқушы бар? Сонда шешуін табатын болсақ, 9-ды 3-ке көбейтсек 27 шығады. Сонда жауабы барлық оқушы 27 оқушыдан. Келесі 6-шы есеп бойынша ұзындығы мынадай кесінділер сыз дейді. 1 дециметрдің жартысы, яғни бізде 1 дециметр 10 сантиметрге тең болса, сонда біз сызатынымыз 5 сантиметр сызамыз. Және ә нұсқасында 1 дециметрдің 5/1 бөлігі. 1 дециметрдің 5/1 бөлігі, яғни 10 сантиметрдің 5-ке бөлеміз. Сонда 2 сантиметр шығады. Сонда сызатынымыз 2 сантиметр. Келесі 7-ші есеп. Ірімшік тең бөліктерге бөлінді. Егер оның бір бөлігі массасы белгілі болса, онда ірімшіктің барлық массасы қанша болады? Бізде А нұсқасында ірімшік 4-ке бөлінген. Сол 4-тен 1 бөлігі 2 килограммға тең екен. Сонда А нұсқасындағы барлық салмағын табу үшін 2-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда барлық ірімшіктің салмағы 8 болады. 8 килограммға тең. Келесі ә нұсқасында ірімшік бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлікке бөлінген. Сонда 8-ден 1 бөлік бізде 1 килограмм болса, сонда барлығы 8 килограмм. 1-ді 8-ге көбейтеміз. Сонда барлығы 8 килограмм. Келесі Б нұсқасында ірімшіктің 3 бөлікке бөлінген. 3-тен 1 бөлігі 3 килограммға тең. Сонда бізде 9-ға тең. Сонда 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. Барлығы 9 килограмм. Келесі 8-ші есеп бойынша теңдеуді шеш. Теңдеуді шешетін болсақ, бірінші теңдеуде 1000 азайту x тең 35 қосу 6 көбейтілген 8. Бұл жерде теңдеудің сол жағын қалдырып, оң жағын есептеп аламыз. Сонда x-ті табатын болсақ, 1000-нан азайтамыз 83-ті. Сонда x-тің мәні табылады. X-ті өрнектің орнына апарып қоямыз. Сонда 83 пен 83 теңеседі. Келесі 81 азайту y болады 63 бөлінген 7. Есептейміз. 81 бөлінген y тең 9. Y тең 81-ді 9-ға бөлеміз. Сонда y-тің мәні 9-ға тең болады. Өрнектің орнына y-тің мәнін апарып қоямыз. Сонда 9-ға тең болады. X көбейтілген 8 тең болады 100 азайту 4 көбейту 9. Өрнектің сол жағын қалдырып, оң жағын есептеп аламыз. Сонда x көбейту 8 тең болады 64-ке. X-тің мәнін табатын болсақ, 64-ті 8-ге бөлеміз. X-тің мәні 8-ге тең болады. X-ті өрнектің орнына апарып қоямыз. Сол кезде мәні 64 пен 64 теңеседі. Келесі бізде 9-ші есеп бойынша біздің үйде Гүлжан, Меруерт және Лаура тұрады. Мен кеше Гүлжанды және Меруертті көрдім дейді. Кеше сонда көргені Гүлжан және Меруерт. Олардың біреуінің жасы 9, екіншісі 8-де дейді. Бүгін Меруерт пен Лаураны көрдім. Олардың біреуінің жасы 10-да, екіншісі 9-да. Кім қанша жаста дейді. Осы 9-ші есепті талдайтын болсақ, кеше және бүгін көргені Меруерт екен. Және олардың жасы 9-да. Меруерттің жасы 9-да болады. Өйткені кеше де бүгін де көргені Меруерт және олардың жасы 9. Сонда Меруерттің жасы 9-да болады. Гүлжанның жасы 8-де болады. Лаураның жасы 10-да болады.